Сәлем достар, бүгінгі сабақта сіздермен МКАТты яғни Менделеев Клапейрон теңдеуінің негізгі форматын түсіндіретін боламын. Менің есімім Жоламан, Назаров Жоламан, физика пәнінің мұғалімі. Сіздерге бүгін 9 сыныпта, 11 сыныпта және 10 сыныпта өтетін Менделеев Клапейрон теңдеуінің негізгі форматын түсіндіріп және сонымен есеп шығаратын боламыз. Олай болатын бастайық, көп сөз айтпақшы, бастамас бұрын өткен сабақта менде есеп сұраған бір оқушы болған екен. Жаңағы не істеп неше 5-ші есептің жауабын көрсетесіз ба деген екен. Мен соны көрсетейін. Бізде 5-ші есеп болу керек сол кезде. Так, бұл кезде жауабы бізде 60 болу керек. Шығару жолын көрсетіп кетейін. Бұл тақырып орныққан температура деген тақырып. Қазір мына жерден сіздерге сілтеме шығу керек. Жарайды. Бұны қалай шығарады? Ö деген әріппен шығарушы едік біздер. Бұл жерде сыйымдылықты алмаймыз. M1 көбейтілген T1 қосылған M2 көбейтілген T2. Бөлімде M1 қосылған M2 осыны былай шығарып тастай аламыз. Так, 65 көбейтілген 200. Мұнда граммды килограммға ауыстырып әуре болудың қажеті жоқ. 50-ді көбейтеміз 100-ге. Жылдам тырсам енді 300 болады бөлімінде. Так, жоғары жақта 65-ті көбейтсек, так, 130, 1300, 13.000 болады. Оған қосасың 5.000-ді бөлесің 300-ге. Так, мынау 18.000 болу керек. 18.000 бөлесің 300-ге, значит менде ол 60 болады. Міне 60 деген жауап шығады. Динара Оралғазина сізге осы жауапты жауап бердім сұрағыңызға. Рахмет. Және де алдыңғы сабақ болғанда мына жерден шығады. Эйнштейн формасы туралы мен сабақ өткен болатынмын. Сол сабақта Ақбаян Қозыбай бізге сабақ өте күшті түсінікті деп жазған екен. Ақбаян, сізге рахмет. Ақбаянның мынандай сұрағы бар екен: ағай, қандай кітаптарда оқыған дұрыс физикадан дейді. Ақбаян, енді кітаптар өте көп. Мен сізге енді кітапты сатып алып, зат етіп жүргеннен сізге мен тегін интернет сайтты көрсетейін. Бұл сайтта сіз есепті және есептің берілгенін, түрлі есептер, физикаға қатысты түрлі есептерді және де сол есептердің қалай жаңағы шығару жолымен сізге көрсетіп беретін сайт бар. Яғни сіз есептің мәтінін көресіз, шығару жолымен көресіз. Бірақ бұл жерде өкініштісі, бұл орысша сайт, бірақ переводчикке салсаңыз міндетті түрде дұрыс аударып бере алады. Бұл жерде шығару жолымен тұрады да. Сіз енді көп кітаптарда есептерді тақырып түсіндіреді, кейін есеп бере салады ғой. Ол шығару жолын қаяқтан аласың? Шығарғаннан кейін дұрыс емесін білмейсің, шығару жолы дұрыс па дұрыс емесін білмейсің. Мұнда мына сайтта сізде шығару жолымен қалай, қай жерден қай формуланы алды, қайда қойды, қалай қойды, бәрін көрсетеді. Ақбаян, мен сізге осы сайтты кеңес етемін. Олай болатын болса, біз бастайық. Бізде бүгінгі тақырыпта бірден есепке қарай өтіп кетіппіз. Негізі бұл жерде түсіндіру керек еді, мен түсіндіріп бастауым керек. Жақсы, осы жерден бірден түсіндіріп кетейін. Бізде жалпы МКТ деген тақырып бар. Бұл молекулалық кинетикалық теория. Бұл мынандай ПВ тең ню РТ деп басталатын формуладан тұрады. Мұндағы әріптердің барлығы біледі деп ойлаймын көп адам. Мынау қысым, мынау көлем, мынау зат мөлшері, газға қатысты, газ өйткені газде ғана болады молекула деген. Одан кейін ро газ тұрақтысы, универсал газ тұрақтысы. Ал мынау бізде температура. Негізі көп жағдайда мына жерде делта деген әріп тұрады. Делта деген сөздің мағынасы ол бізде өзгеріс дегенді білдіреді. Ненің өзгерісі? Бастапқысынан соңғысының өзгерісі дегенді білдіреді. Жарайды. Енді осы формула мендегі негізгі тақырыптағы. Осы формада тек түрлендіріп, ауыстырып, орнын қойып, былай шығара береміз. Айтпақшы, зат мөлшері деген не? Зат мөлшері дегеніміз массаның мрге қатынасы. Мр деген нәрсені білу керек. Химиядан барлығы хабардар. Екінші формуласы бар, дәл осының
n Малюкова санының Авогадро санына қатынасы 6,2 деген санға қатынасы. Бұл бізде Авогадро саны. Жарайды. Сонымен біздер бұл есепті бастап кетейін. Енді мына жерге схема, білмеймін, қысым тап деген. Бірден менде так масса бар, мольдік масса бар. Мольдік масса деп жатқан мр бұл. мр бар менде. Так, одан кейін елу температура бар, көлем бар, r бар. Аха, и маған газдың қысымы керек, п-ны табу керек. Мына формулада мен п-ны табуым керекпін. Барлық түс қызыл болып кетті, көк түске ауыстырайын, сонымен мен бастайын. П-ның осы жерден, мына формуладан, осы бір деп қоршауға алып қойын. Осы формуладан менде қазір сіздерге айтайын, п-ны табу керек. П бұл қысым, бізде қысымды табу керекпін. Оны табу үшін қасында тұрған в-ны, в деген әріпті тек мына жаққа бөліп жіберем. Болды. Нью р т бөлінген в болып өтеді. Енді менде нью жоқ қой, бірақ есесіне масса мен мр бар. Соларды орнына келіп қоям. Сонда мен масса бөлінген мр көбейтілген r көбейтілген т бөлінген в. мр математикалық тұрғыда төмен қарай түсіп кету керек. Математикалық тұрғыда бұл mr т бөлінген mr көбейтілген в болып кету керек. Енді сандарды орнына қойып, жуықтап, бірдеңе шығарамын. Осы бетке сыйдыруым керек. Мен өзімнің қателігім, кешірерсіздер. 5 көбейтілген 831 көбейтілген т 500. Делта қайда деп сұрауыңыз мүмкін. Енді ол жерде бір температура берген ба, болды, сонымен қолданып кете беруге болады. Екеу болса, екеуін азайтып қолдана бересің. Ондай қатты бір қиындық тудырмайды. mr менде 4 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі көбейтілген в менде 34-те 6 метр куб болып кетеді екен. Метр кубын жазған себебім менде міндетті түрде метр куб болу керек. Так, енді калькуляторға салып есептейік. 5-ті көбейтейік 831-ге, 10-ны көбейтейік 500-ге, сонда 20.775 шығады екен. 20.775 деген сан шығады екен. Бөлімінде 4-ті көбейтемін 34-те 6-ға. 138 деген сан шығады екен. 138-де 4 деген, енді экрандарыңызға сыймай қалса кешіріңіздер мені. 10-ның минус 3-ші дәрежесі шығады екен. 20.775-ті бөліп тастаймын 138-де 4-ке, сонда менде 150 деген сан шығады екен. 150, және де білесіздер, математикалық тұрғыда 10-ның минус 3-ші дәрежесі жоғары қарай көтерілуге тиіс. Сонда ол 10-ның минус 3-ші дәрежесі плюс 3-ші дәрежесі кетеді. Ал 10-ның 3-ші дәрежесі деп отырғанымыз, ол бізде физикада к деген кило дегенді білдіреді. Онда менің атым 150 кило паскаль болып кетеді екен. Бұл менде в жауабы болады. Мінеки есептің шығару жолы осындай. Ары қарай жалғастырамыз. Таза бет бар екен ғой, мен неге қапы болдым? Жарайды. Ыдыстағы екінші есептің номерлерін қоймаппын. Ыдыстағы көлемі 500 сантиметр куб көлем бар екен. 500 сантиметр куб көлем бар. Температурасы 27 градус. Балдар байқайсыздар ма? Температура жаңа бізде қалай айтсақ болады, к деген әріппен берілген. Жалпы негізі температураны кішкентай т-мен белгілейтін еді. Мен мана температураны үлкен т-мен белгіледім. Енді осының айырмашылығын түсіндірем қазір. Жазып алайын. 27 Цельсий. Мана Кельвин еді, Цельсий. Массасы 0,9 грамм. Сутегінің осындай сөздерге мән беру керек. Сутегінің қысымы п-ны табу керек. Қараңыз, сутегінің мр-ін беріп қойыпты бізге. Құдайға шүкір, өзіміз іздемек деген. Өзімізге ізде деп айтпапты. Жарайды, жалғастырайық. mr бар деп қояйық. Ол бізде 2 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі. r сыра автоматым бар, қысымды табу керекпіз. Жарайды, жақсы. Ал енді маған мына нәрсені түсіндіру керек. Неге үлкен т? Бұл кельвинмен өлшенетін нәрсе. Кельвин өлшенеді. Ал кішкентай т ол Цельсиймен өлшенеді. Осылай шарт. Цельсиймен өлшенеді. Енді осы екеуінде не айырмашылық бар? Үлкен т дегеніміз ол кішкентай т-ға 273-ті қосқанға тең. Көрдіңіз ба? Егер сізде кельвинмен беріліп тұрса, ол деген сөз кішкентай т-ға 273-ті қосқанда шығады дегенді білдіреді.
Олай болатын болса үлкен т керек маған. Не үшін үлкен т керек балдар? Өйткені есептің ішінде қараңыз, есептің ішінде жаңағы формулада п тең ню р т деп айтты ма? Ол үлкен тын айтты, кішкентай тын айтқан жоқ. Түсінікті ғой, олай болатын болса біз үлкен тымен шығару керекпіз. Сол себепті 27-ге қосамын 273-ті, сонда менде шығады 300 кельвин. Мінекей. Енді светті ауыстырайық, түсті ауыстырайық. Оған қысымды табу керек тағы да. Дәл жаңағыдай п тең ню р т бөлінген в болып кету керек. Ньюдің орнына не қоям? Әрине масса бөлінген mrді қоям. Көбейтілген r көбейтілген т бөлінген v деп шығарам. Ең бір нәрсені түсіндіріп кетейін. Бізде сантиметр куб пен метр кубтың айырмашылығы бар. Сантиметр куб дегеніміз басқа, метр куб дегеніміз басқа. Сантиметр кубты міндетті түрде метр кубқа ауыстыруымыз керек. Сантиметр кубты міндетті түрде метр кубқа ауыстыру керекпіз. Сондықтан сантиметр кубты метр кубқа ауыстыру үшін оған көбейтеміз, 10-ның минус 6-шы дәрежесін көбейту керекпіз. Қазір есте сақтап отырыңыздар. Кеттік. Сонымен масса менде 0,9 грамм. 9 граммды да килограммға ауыстыру керекпіз. Ол үшін оған 10-ның минус 3-ші дәрежесін көбейтеміз. R деп отқамыз 831. Т деп отқамыз 300 шықты бізден. MR деп отқамыз 2 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі. В деп отқанымыз 500 көбейтілген 10-ның минус 6-шы дәрежесі деп жазамыз. Қазір сұрасаңыздар жауап беруге тырысам. Жақсы. Мына 10-ның минус 3-ші дәрежесі 10-ның минус 3-ші дәрежесі қысқарып кетеді. 500-дің артында 2 0 мен 300-дің артында 2 0 қысқарып кетеді. Болды ойымда қысқартатын нәрсе. Сонымен мен 0,9-ды көбейтемін 8/31-ге, 10-ны көбейтемін 3-ге, 22, тыңдаңыз, 22/437 шығады екен. Ал ана астында 2-ні 5-ге көбейтсем 10 шықпай ма? 10 көбейтілген 10-ның минус 6-шы дәрежесі болады екен. Енді 22/437-ні 10-ға бөлсең 2/2/437 шықпай ма? Көбейтілген 10-ның 6-шы дәрежесі болып кетеді екенміз. Мына артындағы 37-сін есептемегенде 2/2/4 көбейтілген 10-ның 6-шы дәрежесі болады. Бұл бізде В жауабы тура келіп тұр екен. Түсінікті ғой? Тамаша. Жалғастырамыз ары қарай. Екінші есебіміз болды. Сонымен біздің үшінші есепке өтейік. Үшінші есеп болу керек мынау менде. Так. Көлемі 224 литр ыдыста қалыпты жағдайда газ бар. Ыдыстағы осы молекулалардың саны. Формула түрлендіру басталды. Көлем бар. 224 литр. Литрді метр кубқа ауыстыру керек бірден. Сол себепті 224 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі деп жазасыздар. Бұл метр куб болу керек сол кезде. Қысым бар екен. Ол 10-ның 5-ші дәрежесі бұл қалыпты жағдайда. Қысымды айта алады көп жағдайда. Т бар, ол да қалыпты жағдайда 273 кельвин. Значит, кішкентай т 0-ге тең дегенді білдіреді. К деген жаңа әріппен таныс болыңыздар. Бұл К Больцман тұрақтысы 1/38 көбейтілген 10-ның минус 23-ші дәрежесі. Көп жағдайда балдар К-ны түсінбей жатады. К деп отқанымыз, ана R-дің керісіншесі. R мысалы 831 ғой. К сол 1/38, соның керісінше түрі. Солай жаттап алсаңыздар болады, Жақсы. Енді біз бастайық. Бізде мынандай формула бар. Молекулалар санын сұрап жатыр. Ыдыста осы молекулалар санын сұрап жатыр. Так. N-ді сұрап жатыр, значит. N табу керек бізге. Ой, отымызды бастайық. Несі бар? Так, неден бастаймыз? Так, бізде P, V, ню, R, T деген формула бар. Бір, бұл да бар, Содан кейін P, V, так, масса бар ма бізде? Масса жоқ. N бөлінген NA, көбейтілген R, көбейтілген T деген формула бар. Одан кейін бізде қандай формула бар тағы? Бізде мынандай формула бар. Мен айттым ба, айтпадым ба? Айтпаған шығармын. Естеріңіз жазып алыңдар. Есеп бойынша үйреніп жатсыздар ғой, барлығында формуланы есеп барысында үйренесіздер. Мен айтпай кеттік, ойбай деп айқай шу шығарудың түкте қажет жоқ. Қандай формула бар? Бізде мынандай формула болу керек.
болу керек, по идее болу керек. К тең деп басталатын форма бар шығар. К тең на көбейтілген r деген форма болу керек. На көбейтілген r деген форма болу керек. Или наоборот. Или мен қателесіп отырмын. Бірден айтып қояйын. Мен қателесіп отырмын. Осы жерде бір қателік бар. Так, может мынандай форма болу керек. r тең на көбейтілген k деген форма болуы мүмкін. Енді бұны есептеп көруге де болады, ешқандай қиындығы жоқ. Давайте дәлелдеп көрейік. Шындығында осындай форма бар ма? Бар болса қандай деген сияқты. Так, менде k 1.38 ғой. Да, 1.38-ді көбейтіп көремін. 6 үтір 0,2-ге. Неше шығады? 831 шығады. Значит, сондай форма бар екен. Значит, r-дің орнына мен na көбейтілген k-ны қоя аламын. Вот мысалы pv тең n бөлінген na көбейтілген na көбейтілген k көбейтілген t. Так, na мен na қысқарып кету керек бізге. Сонда n pv тең n көбейтілген k көбейтілген t деген форма қалады. Осы мына қараңыз, мына бірінші формула, мына екінші формула, мына үшінші формула, одан төртінші формула, одан бесінші формула, енді алтыншы формула. Алтыншы формулада n табамыз. N тең ол болады pv-ны бөлесің k көбейтілген t-ға. Мінекей бізде алтыншы формула дегенде есептің шешуіне шығаратын форма шықты. Келесі бет болу керек менде, бар екен таза бет. N-ді осы жерден табамын. Так, мыналарды есте сақтап алайын. 224 жақсы болды. N тең қайтадан жазамын. pv бөлінген қандай еді? K көбейтілген t еді. Дұрыс па? Олай отырмыз. P деп отқанымыз 10-ның 5-ші дәрежесі. V деп отқанымыз 224 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі. K деп отқанымыз не? K деп отқанымыз 1.38 көбейтілген 10-ның минус 28-ші ма? 23-ші ма? 23-ші дәрежесі екен. 23-ші дәрежесі екен. Шатасуға болады енді ондайда. 23-ші дәрежесі. Так. Көбейтілген t деп отқанымыз 273. Шығарамыз. Алдымен сандарды есептеп аламын. Типа енді 224-ті бөліп аламын 1.38-ге. Оны бөліп тастаймын 273-ге. Сонда 0,59 деген сан шығады. 0,59 деген сан шығады. Так, мынаны тазалай жіберейік. 0,59, значит бұл 6 да почти. 6 ғой почти. 59 екен ғой. 0,59 деген сан шығады. Бұл 6 яғни, иә? Көбейтілген дәрежесін шығарайық. 10-ның 23 дәрежесі жоғары көтеріліп плюс дәреже болмай ма? Болады әрине. 10-ның 23 дәрежесі болады. 23-тен 3-ті айтсақ 20, 20-ға 5-ті қоссақ не болады? 25 болады. Олай болады мысалы, бұны бүйтіп жазуға болады даже. 6 көбейтілген 10-ның 24-ші дәрежесі деп жазуға болады. Жуықтап алғанда да, енді былай айтқанда физика жуықтауға рұқсат береді ғой. Жауаптарды көрейік. Дәл С жауабы тұр екен. Дұрыс тауыппын. Қандай, есепті көп шығарсаң, көптеген жауаптарды былайша айтқанда анық табуға тырысасың көп жағдайда. Ішкі түйсігіңді жайып тұрады ғой. Жарайды, мен мына есептерге дайындалған жоқпын, оны өтірік айтпай ақ қояйын. Мен тек барлығын копировать етіп тек салып бастап кеттім есебімді. Жақсы. Мынау енді бізде төртінші есеп болу керек, мен қателеспесем. Мольдік массасы біз mr ол. mr 4 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі. Газдың, так, мұнда енді манағы есеп сияқты оны. Сандар ұқсайды. Бірінші есеп емес пе? Бірінші есептегі масса бар, қысым жоқ. Мұнда қысым бар, масса жоқ. 5 деп жауабын беріп кетейін бе? 5 деп. Бірақ сіздерге олай жасамаймын. Мен сіздерге давайте бүйтейік. Сіздер шығарып көріңіздер, мен формуласын шығарып берейін сіздерге. Сіздер өздеріңіз шығарып көріңіз. Төртінші есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Өзіміз шығарамыз. Нені? Осы төртінші есепті. Бірақ сіздерге формуласын мен дайындап берейін. Жарай ма? Қатты қиындық туындамасын. Жақсы, бастайын. Ол қалай? Так, бұлай ол не? Қараңыздар. Бізді PV ғой бірінші. PV тең бірінші форма. Бұл ең бірінші форма. New R T. Окей. Осы жерден енді бірінші форма. Екінші формада масса болу керек. PV тең масса бөлінген MR көбейтілген R көбейтілген T. Бұл жерде уже масса бар. Осы тұстан массаны шығаруға керек болса, үшінші форма
масса тең қалай болады? mrді бірінші pv-ға көбейтіп аламыз, rt-ға бөлеміз. Сонда pv көбейтілген mr бөлінген rt болып кетеді екен. Түсінікті ғой осы есеп? Болды, осымен ары қарай жалғастырып сіздер шығара бересіздер. Дұрыс жауабын білесіздер 5 екен, бірақ өтініш еріншек болып қалмаңыздар, шығарып көріңіздер. Ең құрғанда дәрежелерді қалай қысқартып қосуға болатындығын үйреніп аласыздар. Сондықтан іске сәт, қолыңызға 1 секунд қағаз алыңыздар, ары қарай стопқа қойып тұрыңыздар, шығара беріңіздер. Ал мен ары қарай жалғастырамын. Таза бет бұл. Жақсы, 5-ші есеп болу керек бұл бізде, қателеспесем. Көлемі 20 литр, баллондағы температурасы 17 градус, қысымы сондай сутегінің массасы дейді. Дәл жаңа форманы пайдаланасыздар. Мына дәл осы форманы пайдаланамыз. Кеттік. Бұны енді өзіміз шығарайын. Масса тең болады pv көбейтілген mr бөлінген қандай rt. Дұрыс па? rt. pv бұл бізде p қайда? p 830 көбейтілген оның 3-ші дәрежесі масса, көлем ол бізде 20 көбейтілген оның минус 3-ші дәрежесі литрден метр кубқа ауыстыру керек деп айттым ғой. mr 2 көбейтілген оның минус 3-ші дәрежесі, r ол бізде r 831 тұрақты сан көбейтілген 17 градусты біз қалай қыламыз? 17 градусты біз кельвин қыламыз. Қалай кельвин қыламыз? Оған 273-ті қосамыз. 273-ті 17-ге апарып қосқан кезде 290 шығады. Дұрыс па? Кеттік, тең. Бізде ана жерде ешқандай не жоқ. Біріншіден мына екеуін қысқарту керек дәрежелерден. Неге? Өйткені олар біреу плюс, біреу минус деген сөз. Кетті. Мен андай жақтырмаймын. 0-0-0-0-ді қысқартып тастайық. Керек емес ол бізге. Тағы не бар? Болды, сонымен қалғандарын біз есептеп тастайық. Атыр тұтпар қалыпты. 830-ды көбейтесің 4-ге, өткен 2-4 қойын, басқа не вариант бар? 3320 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі тұра береді. Төмен жағында 831-ді көбейтесің 29-ға 241 шықты. Бөлем. 3320-ны бөлемін 241-ге. Жуықтап алғанда 13,77 шығады екен. Көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі килограмм болады бұл. Бірақ біз бұны істейміз, 10-ның минус 3-ші дәрежесі үшін біз оны граммға айналдырып жібереміз. 13,77 көбейтілген грамм болып кетеді. Бұл көбейтеміз грамм болып кетеді. Енді ондай жауап жоқ деп қақсылудың қажеті жоқ. 13-те 8 бар. 13-те 8 жуықтағанда бізде е жауабынан шығып тұр. Түсінікті ғой мен айтқаным. Тамаша деп ойлаймын. Жалғастырайық. Кейінгі есеп бізде 6-шы есеп бұл бізде. 6-шы есеп қанша есеп бар екен деп білмеймін жалпы. Массасы 2 грамм, қысым бар, көлем бар, азоттың температура. Міне температура табамыз мына жерде. Бізде мына формула pv тең nu rt деген формула. Бұл бірінші формула бізде. Екінші формула қандай формула? Екінші формула бұл бізде мына ньюдің орнына масса қоямыз. pv тең болады масса бөлінген mr көбейтілген rt болып кетеді ғой. Жарай ма? Осы жерден температураны табу керек. Үшінші формула бізде температура, вместо нөмірде кішкене. Температурада бізде қалай болады? pv-ны көбейтесің mr-ға бөлесің mr-ға. Түсінікті ғой мінекей? Болды, есептің температураның формуласы готовтыр. P менде ол 0,2 м па деп тұр. Мегапаскаль деген білдіреді. Мегапаскаль деп отқанымыз 10-ның 6-шы дәрежесі болып есептеледі. Көлемі 830 сантиметр куб. Біз білеміз ғой, манадан бері сантиметр кубты метр кубқа қалай ауыстырады? 10-ның минус 3-ші дәрежесін көбейту арқылы ауыстырады екенбіз. mr менде 28 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі азот өткені. m 2 грамм, граммды килограммға ауыстыру керек, 10-ның минус 3-ші дәрежесі керек оғанда. r 831 болып келеді. Тағы да мен айтам, дәрежелері бірінші қысқартып тастағанды өте жақсы көрем. Сол қысқартып тастайын бірден. 10-ның минус 3-ші дәрежесі мен 10-ның 6-шы дәрежесі, мына 10-ның минус 3-ші дәрежесі, мынау қысқарып кетеді. Болмайды ол бұл жерде. Потом тағы 28 бен 2-ні қысқартып тастау болады. Мен жерде 14 қалады. Болды, қалғандарын есептеу керек. Кеттік. 0,2-ні көбейтеміз 830-ға.
Оны көбейтеміз 14-ке. 2324 шығады екен. Оны бөлеміз 831-ге. Оны бөлеміз 831-ге, көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесіне. Мынау енді кеткен жоқ қой. Мына қалып қойды жаңа бізде. Так, сонда бөлеміз 831-ге. 8-31-ге бөлсем, менде 279 шығады екен. 279-да 6 шығады екен. Көбейтілген 10-ның 3-ші дәрежесі. Так, біреулер тағы да сұрау мүмкін. Ағай, неге менде 10-ның минус 3-ші дәрежесі шығып тұр, а мына неге плюс 3-ші дәреже деп тұр? Өйткені дәреже жоғары қарай көтерілуі тиіс, міндетті түрде. Сондықтан ол минус дәреже жоғары көтерілсе, плюс дәрежеге айналып кетеді. Мұны жуықтап алғанда 280 қылып жазуға болады. 280 10-ның 3-ші дәрежесі деп. Енді менде бір сұрақ бар, балдар. Бір сұрақ бар. Менде 280 шығып тұр да, бірақ артында 10-ның 3-ші дәрежесі жоқ. Оны қайтем? Значит, мен бір жерден қателесіп отырмын. Ол қай жерден қателесіп отырмын? Іздей. Так, 28 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі бар. Мынау 10-ның 3-ші дәрежесі бар. Мынау 6-шы дәрежесі бар. Мынау 10-ның минус 3-ші дәрежесі бар. Тағы қандай қателік жіберіп қойдым мен. Так, граммды килограммға ауыстыру үшін 10-ның минус 3-ші дәрежесі жазамыз. Так, 0,2 мега. Ол 10-ның 6-шы дәрежесі паскаль. 830 сантиметр куб. Қате нада ғой. Сантиметр кубтан метр кубқа ауыстыру үшін 6 болады. Минус 6 болады. Кешіріңдер. Мені кешіріңдер, халқым. Дейсің ғой. Так, мені кешіресіздер. Мына 10-ның минус 6-шы дәрежесі болады. Бұл қате менде. 10-ның 6-шы дәрежесі болады. Сонда бұл өте бұлай қысқарып кетеді. Бұл кезде бұлай қысқарып кетеді. Қараңдар. Давайте қара түсалайшы. Так, қателігім үшін. Так, мынау міне 10-ның минус 6-шы дәрежесі, 10-ның минус 6-шы дәрежесі, 10-ның минус 3-ші дәрежесі, 10-ның минус 3-ші дәрежесі қысқарып кетеді. Сонда мына жерде болмайды. Мына жерде болмайды. Жоқ мына жерде уже. Так, мына болмайды. Так, тең болады. Сонда мына жерде ол да болмайды сонда тек есептің мәні ровно 280-нің өзі шығады да тұрады екен. Жуықтап алғанда 280-нің өзі шығады да тұрады екен. Түсінікті ғой мен айтқаным. Енді кешіріңіздер. Енді эфирде отқаннан кейін кейде қателік кетеді, байқамай қаласың. Түсіндіре ба? Сондықтан менің қателігім кешіріп қойыңыздар. Жақсы, жалғастырайық. 6-шы есеп кетті, 7-ші есепке келдік. Бұл бізде 7-ші есеп. Температураны 20 градустан 29 градусқа дейін арттырғанда көлемі 83 метр куб бөлмеден шығатын ауа массасын тап деп жатыр. Масса қандай еді мана? Масса деген форма мана болды. ПВМР бөлінген так, РТ. Мына жерде мен қателесіп кеттім. РТ болу керек. Т және қандай т? Делта-т. Не үшін делта-т? Манадан бері делтаны қоймай келдім. Неге қазір қоя қалдым? Өйткені менде 2 градус бар. Біреу 20 градус, біреу 29 градус. Енді біз оларды цельсийға айналдыруымыз керекпіз. Так, 273 Т1 20-ға қоссам 293 кельвин болады. Т2 29-ды 273-ке қоссам 273-ке 29-ды қосып жіберем. Ол 302 болады. 302 болады. Делта-т дегеніміз не? Ол Т2-ден Т1-ді азайтқанда шығатын сан. 302-ден 293-ді азайтсам, менен шығады 9 кельвин. Міне, болды, орнына қоятын сан табылды. Ары қарай, П менде бар, ол 10-ның 5-ші дәрежесі. Көбейтілген В менде бар 83 метр куб. Бұған енді 10-ның минус 6-шы дәрежесін көбейтпеймін. Неліктен? Өйткені ол метр кубпен тұр. Ары қарай 83 көбейт МР менде 29 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі. Балдар жаттап алыңыздар. Ауаның МР 29. Так, одан кейін R 831 көбейтілген 9. Мінеке есепті шығарып ұстауға дайынбыз. Ал 83-ті көбейтеміз 29-ға 2407. 831-ді көбейтеміз 9-ға. Менде калькулятор экранға шықпайды, кешіресіздер, мен калькулятор қолымда, сонымен көбейтіп тастап жатырмын. Осындай шығады. Дәреже қандай болады? Дәреже 10-ның 5-ші дәрежесі мен 10-ның минус 3-ші дәрежесін қоссаң, 10-ның минус 8 дәрежесі немесе 10-ның 8 дәрежесі шықпайды, балдар. Неге? Өйткені минус пен плюс санды қоссаң, азайтылып кетеді. 10-ның 2-ші дәрежесі шығады. Олай болатын болса 2407-ні бөле саласың 74 үтір 79-ға 32 деген сан шығады. 32 көбейтілген 10-ның
екінші дәрежесі килограмм болады. Килограмм. Бұл бізде былайша айтқанда 3200 килограмм. 3200 килограмм деп отқанымыз, ол менде 3,2 тонна дегенді білдіреді. Оны қалай шығардым? Өйткені ол бүйтесің, 3,2 көбейтілген 10-ның 3-ші дәрежесі. Мынау бізде тоннаны білдіреді. Болды, ответ менде оны тонна с. Д-ны белгілеп жүрмеңдер, случайно отырып алып. Так, кеттік. Осымен есеп шықты. 7-ші есеп дайын менде. 8-ші есеп. 8-ші есеп менде. Ары қарай жалғастыра керек, қысым табу керек. Жалпы менде қанша есеп бар? Санап жіберейінші. Өтініште 8 бар, 9 бар. 9 екен. Как раз 9 есеп бар екен. 8-ші есепке келдік. Предпоследний есеп. Мұқият жақсылап тыңдап алыңыздар. Әдемі есептер шығып жатыр. Мен ойымша солай. Енді сіздердің көзқарастарыңыз қандай екенді комментарий жазып кетіңіздер, есептер ұнап жатса. Ыдыстағы көлемі 500 см куб, қателеспеу керек. Осы жерде 500 көбейтілген 10-ның минус 6-шы дәрежесі деп кету керек. Бірден автоматын, мен енді қателеспеймін. Так, енді метр куб. Температура 27 градус. Так, мына есеп таныс қой тағы да. Қайда мына есеп? Мынау ма? Бұл емес те? Бұл тек граммдар өзгеше екен. Жақсы. Және есеп бәрібір ұқсайды. Бір формуламен шығарып отқандықтан барлық есеп бір-біріне ұқсайды. Ренжімейсіздер. Менің мақсатым бір формуланы есептетіп үйрету. Түсіндірдім ба? Ертең маған айтып жүрмеңіздер, бір есепті айналдырып шығарып. Сол бір формуланы мындай шемішкеде шығаратындай болуыңыз керек. Бір формуланың өзінде. Өйткені физикада бір формула білсең, бірнеше формуланы содан шығарып алуға болады. Жарайды, ары қарай. Так, температура бар менде Т, кішкентайда 27 градус. Оны балдар уже түсінді деп ойлаймын. Кельвинге ауыстыру керек. Ол 300 кельвин болады. Оны қалай шығардың? Ойлан қайттан. Так, массасын табамыз. Масса менде 0,9 грамм. Оның мен килограммға ауыстыру үшін оның минус 3 дәрежесіне көбейтемін. Сонда менде ол килограмм болады. Ары қарай бәрін жаза берудің қажеті жоқ. Формула бірден жазып кетейін. Қысым тең болады. ПВ тең болады. Так, М бөлінген МР көбейтілген РТ. Мынау қайдан келді деп ертең ұстамыз, бұл ньюдің орнына келді. Осы қысым тауып жіберейік. Қысым тең болады. ПВ деп үйреніп қалады. Қолың деген үйреніп кетеді. ПВ-ны жаза бересің ғой, қолың үйреніп кетеді. Тек бірден тек ПВ-ны жаза бересің. Так, М көбейтілген Р көбейтілген Т бөлінген В көбейтілген МР. Мінекей осыдан қысым табамыз. Қызыл цветті ауыстырайын көк түске. Так, П тең М менде неше? 0,9. 0,9 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі. Көбейтілген R неше? R 831. Көбейтілген температура неше? Температура 300. Аха. В менде 500 көбейтілген 10-ның 6-ші дәрежесі минус 6-ші дәрежесі көбейтілген. MR менде ол білесіздер 2 көбейтілген 10-ның минус 3-ші дәрежесі. Ол мына жерде жазылып тұр. Мінекей қараңыз міне. Егер қайдан келді деген сұрақ болса, осы жерден қарай саласыздар. Так, ары қарай есептейсіз. 300 бен 300-дің артынан 0-ді қысқартып тастайсыңдар. Андай типа лайфхак қой типа. Мынау енді 10-ның минус 3 дәрежесімен 10-ның минус 3 дәрежесі қысқарып кету керек міндетті түрде. Керек емес ол бізге. Енді үстіңгі жағын есептеп аламыз. 0,9-ді көбейтесің 831-ге, оны көбейтесің 3-ге. Сонда менде 22-де 4,37 шығады. Енді барлық сан жазып отырмын, енді қателік кетпесін деп. 5-ті көбейтсем 2-ге 10 шықпай ма? 10 көбейтілген 10-ның минус 6-ші дәрежесі болады. Енді 22-де 4 көбейтілген 10-ның 6-ші дәрежесі. Жоқ, кешіресіздер. 2,5-нан мына есеп бастағы бірінші есеп екен ғой. Жаңа есіме түсіп жатыр. Болды, есеп шықты. Так, мынау менде мега С болады жауабы. Түсінікті ғой, кеттік. Енді балдар, мен сіздерге түсіндіріп айтайын. Егер есептер ұнап жатса, есептер шығару жолы ұнап жатса, сіздер маған комментарийға жазып кетіңіздер. Ағай ұнап жатыр, күшті болып жатыр деп. Келесіде осындай тақырыпты, келесіде осындай жерін айтып жібере салсаңыз, мен келесі видеомда сізді белгілеп, сізді көрсетіп барып салып кетемін. Рахмет, осылай есептерге қатысып жатқандарыңызға. Мен 9-шы есеп шығарып тастайын. Бұл басқаша шығады. Бұл жерде енді өте құпия формуланы айтамын. Бұл сәл ұзақтау болуы да мүмкін. Жарай ма? Кеттік. Көлем бар. Радиолампа. Қараңыз. Бұл ұбт-да келген ең ауыр есептердің бірі. ұбт-да келді бұл деген. Так, баллонында ауаның молекулаларының саны n бар. Қараңыз, бірге манадан бір біз n таптық, бірақ n берілмеді. Енді бізде n беріліп тұр. Лампада газдың қысымы бар. Қысым 18-де 3 мегапаскаль, ол оның 60 дәрежесі паскаль.
молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы v-ны табу керек. Мына қараңыздар, жылдамдықты табуымыз керек екен біз. Енді бұны қалай есептейміз? Балдар? Бізде бір-ақ формула ғой өзі. P-V тең қандай? Нью РТ де соймыз ба? Нью РТ. Бұл жерде жылдамдық көріп тұрған жоқпын мен. Сіз көріп тұрсыз ба жылдамдық? Жоқ, мен жылдамдық көріп тұрған жоқпын. Біз де жылдамдық көріп тұрған жоқпыз. Орташа квадраттық жылдамдықты қалай табамыз? Сұрақта. Енді қараңыздар. Орташа квадраттық жылдамдықтың қандай формуласы бар? Төбір астында 3RT бөлінген MR деген формула бар. Осындай формуласы бар. Қараңыз міне. Осындай формуласы бар. Бұл болмаса мындай формуласы бар. V тең 3KT бөлінген кішкентай M деген формуласы бар. Осы екеуінің біреуін алуға керекпіз. RT дегенде Т бар ма бізде температура? Өкінішке орай температура жоқ. MR бар ма? MR жоқ, өкінішке орай. Масса бар ма? Масса да жоқ. Көрдіңіздер ма? Жоқ. Біз оны қалай табамыз? Біз мана бір формула жаздық. PV тең N көбейтілген K көбейтілген Т деген формула жаздық. Жаздық па? Жаздық. Осы формуладан Т-ны табуымыз керекпіз ғой біз. Т дегенді. Көрдіңіз ба? Т. Айтпақшы MR бар екен бізде. Мен байқамай қалыппын. Менде тұрген MR. Болды, біз Т-ны тапсақ болды. Температураны табамыз. Мына формула келіп қоямыз. В шығады. Все, бәрі нормально. Кеттік, Т-ны табатын формула. Т тең PV бөлінген N көбейтілген K. Осы жерден балдар температураны табасыздар. Ол температураны әкеліп мына жерге әкеліп қоясыздар. MR бар. R-ді 831 дейді сірә, бәріміз білеміз. Орданы қойып шығарыпсаңыздар, жауап шығады. Жауабы маған осында жазып қалдырасыздар деген үміттемін. Егер түсінбей жатсаңыздар, келесі сабақта осыны талдап көрсетіңіз десеңіздер, комментарийге жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде сіздер үшін тек қана осы есептің шығар жолын көрсететін боламын. Сонымен менің сабағым аяқталды. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Мен сіздер үшін тырысып есеп шығарып жатырмын. Сіздер менің каналыма тіркеліп лайк басып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Сонымен барлықтарыңызға рахмет. Менің есімім Назар Жоламан. Келесі видеоларда кездескенше.